Сәлем достар, подкастымызға қош келдіңіздер. Подкастымызды бастамас бұрын біздің арнамызға жазылып алыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бүгінгі қонақпен танысайық. Қонақтың есімі кім? Мариям. Мариям неше жаста? 7-де. 7-де. Марияммен бүгін біз саяхаттап келеміз, қиялымызды дамытамыз. Ендеше бірінші сұраққа назар салайық. Егер ұшалсаң, Мариям, қайда барар едің? Мультфильмге. Мультфильм кейіпкеріне, яғни мультфильмде болып жатқан кейіпкерлер әлеміне барғысы келеді екен. Өте тамаша таңдау. Қиялың кең болғаны жақсы, армандай білсең, сол арманыңа жетесің, Мариям. Келесі, сиқырлы таяқшаң болса, не тілер едің? Қолыңды түсіріп жауап бере ғой, Не тілер едің? Сиқырлы таяқшаң, волшебный палочка. Дубайға бару тілейсің ба? Тамаша жауап. Ал енді бір күнге жануарға айналсаң, қандай жануарды таңдар едің? Мысық. Неге мысық? Мысық ұнайды ма сізге? Несімен ұнайды? Қандай жануар ол мысық? Жақсы. Тағы да қандай? Үй жануары. Үй жануары болғандықтан таңдаған екен, қызықты жауап. Ал енді айға барсаң, өзіңмен бірге не апарар едің? Мамамды көрсеткім келеді. Анаңды айға барғың келеді, Тамаша. Ал өзіңнің планетаң болса, оны қалай атар едің? Бізде 8 планета бар. Сол сияқты өзіңнің планетаң болса, қалай атар едің оны? Атау қандай болсын? Қалай? Розовый. Өте ерекше және қарапайым атау екен. Қиялың бай, шығармашылығың жоғары екен, Мариям. Осындай қызықты идеяларың көп болсын деп тілейміз, Мариям. Бүгін біз Мариямның қиялымен бірге ерекше әлемге саяхаттадық. Армандауға қорықпау керек екен, өйткені үлкен жетістіктердің бәрі алдымен қиялдан басталады. Қиялың әрқашан шарықтай берсін, Мариям. Осымен подкастымыз аяқталды. Подкастымыз ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де ең бірінші болып көру үшін міндетті түрде арнаға жазылып қойыңыздар. Сонымен келесі кездескенше дейміз. Ал Мариям не дейді? Сау болыңыз. Сау болыңыздар.